Осы екі нәрсемен ешқашан ешкіммен бөліспеңіз. Егер орындалғанын қаласаңыз және де оның өскенін қаласаңыз, видеороликті соңына дейін қараңыз және де подписка жасап алуды ұмытпаңыз. Бірінші кезекте өзіңіздің жетістігіңізбен және де жақсы жаңалықтарыңызбен достарыңызбен, жақындарыңызбен бөліспеңіз. Екіншіден, өзіңіздің жоспарларыңызбен ешкіммен бөліспеңіз. Неге десеңіз, бүгінгі заман кішкене өзгерген заман, ақпарат заманы, барлығы интернетта жарысу, бір-біріне еліктеу, дүние қорлық, дүниенің артынан қуу. Дәл осындай заманда өзіңнің жетістігіңмен, егер достарыңмен, жақындарыңмен бөліссең, ол кісілерге ауыр тиеді. Бессознательно ол кісілер қызғаныш сезімін тудырып қою мүмкін, және де ол сіздің жолыңызды жабады. Сондықтан да счастье любит тишину деп бекерден бекер айтпайды. Өзіңіздің жоспарыңызбен және де жетіп жатқан жетістігіңізбен ешкіммен бөліспеңіз. Біздің тегін сабақтарға қатысып жетістікке жеткіңіз келсе, телефон арқылы жүйе бойынша жұмыс жасауды үйренгіңіз келсе, тегін үйретеміз. Профильдағы сілтемеге басыңыз немесе комментарийға плюсик қойып кетіңіз.